Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге жаңға дау арнасы. Бүгін біз сіздермен күнделікті тұрмыста қолданатын жұмыртқаның қабығының пайдасы жайлы бөлісетін боламыз. Олай болса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, бізді қолдап кетіңіз. Былай қарап тұрсаңыз, жұмыртқаның қабығының қандай пайдасы бар деген ойға қалуыңыз мүмкін. Алайда жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Канада, ақш және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтыны дәлелденген. Әр әйел 30 жастан асқаннан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әжіміздерінің де көрініс беруі осы 30 жастан кейін байқалады. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екендігін біріңіз білсеңіз, енді біріңіз білмеуіңіз мүмкін. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаны қосқаннан кейін қабығын қоқыс шелегіне тастаймыз. Алайда ол қабықпен бет терісі үшін керемет маска жасауға болады. Ол үшін жұмыртқаны тазалап жуып алыңыз. Егер де сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтардан тазартып алу үшін сірке суымен де жусаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықша ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. Шамамен 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырғаннан кейін бетіңізді ары-бері қозғаудың қажеті жоқ. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Келесі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып, ұнтақтаймыз. Блендермен немесе бинтті 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ауызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе тіпті йогурттың өзі де жарайды. Бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып, араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып бастаңыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз, бар жоғы 15 минуттай күтіңіз. Кепкеннен кейін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал егер құрғақ тері болса, масканы қолданғаннан кейін міндетті түрде нәрлендіретін кремді жағып алыңыз. Масканы қолданғаннан кейін бетіңіз сергіп, жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет қолдануға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. Сіздермен бірге жаңға дау арнасы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізді одан сайын шабыттандырады.